Инвестицияны бастау үшін өте көп ақша қажет. Инвестиция жай ғана байлардың бір ермегі деп ойлайтын адамдардың барлығы бері қарай жиналыңыздар. Қазір мен сіздерге инвестицияны бар болғаны $100 қалай бастауға болатындығын толықтай түсіндіріп көрсетіп беретін боламын. Жалпы инвестиция дегеніміз не? Инвестиция деген сөздің өзі қолыңдағы бар кішкентай ақшадан бір үлкен ақшаға дейінгі жол. Яғни қолыңдағы кішкентай ақшаны айналдырып үлкен бір нәрсеге айналдыру. Жалпы инвестицияның өзін бірнеше түрге бөлуге болады. Қазақтардың ең жақсы көретін инвестициялық түрі ол квартира алып сату. Яғни бір бөлмелі пәтерді 20 миллионға сатып алып, 25 миллионға сатуды ол жылжымайтын мүлікке, недвижимостьқа инвестиция салу деп аталады. Тура солай машина, әшекей, бұйым, тіпті білімге де инвестиция бола алады. Егер сіздер менен келіп, біздің офлайн академиямызда келіп инвестицияны оқып білім алатын болсаңыздар, ол сіздің біліміңізге салынған инвестиция болып табылады. Яғни болашақта қандай да бір сізге қаржылай нәтиже бере алатын дүниенің барлығы негізінде инвестиция деп аталады. Енді нақты қор нарығындағы инвестицияға келетін болсақ, көп адамның көкейінде ол қиын, оған көп ақша керек, көп жылдар керек, ол казино, ол мошенничество деген сияқты түрлі дұрыс емес ойлар жүр. Жалпы қоғамда әр уақытта бір заттың екі тұсы болады. То есть оны жақтайтын да, жамандайтын да адамдардың болуы это абсолютно нормально. Бірақ егер инвестиция ол әрбір адамға қажетті дүние болмайтын болса, неге барлық дамыған елдерде инвестициямен айналысады? Америка болсын, ол Дубай болсын, ол Япония, ол Корея болсын, жалпы тіпті кинолардың, сериалдардың өзінен көрсеңіздер болады. Кафеде, торговый центрде, кинотеатрда, тіпті телефондарынан графикті қарап отырады. Мен мысалы осыдан бір жыл бұрын Қытайға бардым. Қытайдың базарында үлкен ірі оптовиктің өзі осылай компьютерін ашып қойып қарап отыр. Неге бүгінгі күні инвестиция жасау маңызды? Себебі кез келген адам белгілі бір уақытқа дейін жұмыс жасай алады, одан кейін оның денсаулығы сыр бере бастайды, уақыты келемейді. Тағы сол сияқты, яғни егер сіз 40, 50, 60, 70 жасыңызда дәл қазіргідей жұмыс жасап жүріңіз келмейтін болса, үйіңізде демалып, шетелде қыдырып жүріп қартайғыңыз келетін болса, қазірден инвестиция жасау өте маңызды. Тіпті Америка, Японияның мәдениетінде олар бала туыла салысымен оған инвестициялық счет ашып, арнайы жинап бастайды. Неге? Себебі ертеңгі күні бала өскеннен кейін оның уже капиталы болады. Біздегідей бала үйленген кезде кредит алып, ол кредитті оның мойнына асып қойып, одан 2 жас сол үшін ұрсып, ақша таппай жүрмейді. Олардың мәдениетінде бала туыла салысымен оған инвестиция жасауыны керек, және ол оның болашағында оның біліміне, үйіне, машинасына, бизнесіне жұмсай алатын қаражат болып табылады. Жалпы инвестицияның маңыздылығын айта берсем, қазір өте ұзақ, өте ауқымды түрде әңгіме айтуға болады. Бірақ бұл мамандық Қазақстан нарығына келгеніне небәрі 2-3 жылдың ғана шамасында болды. Осы уақыт аралығында мен бірнеше елден білім алдым. Оның ішінде Малайзия, Ресей, Дубай, ақш. Сол елдерден жинап келген білімімді өзімнің студенттеріме беру арқылы студенттерім бүгінгі күні алды квартира алып жатса, арты хотя бы айына пассивті түрде ештеңе жасамай-ақ 200-300 мың теңге табысқа шығып отыр. Нәтижелерінің барлығын сіздерге скринға қойып қойдым. Енді инвестицияны бастау үшін ең бірінші жасалу керек әрекет қандай? Сіз инвестицияға дейін зарплатаңыз бар, мүмкін бизнесіңіз бар, мүмкін стипендия аласыз, мүмкін пособие аласыз. Кез келген адамның өзінің табыс көзі болады. Мысалы, менің де табыс көзім болды. Сол табыс көзін дұрыс басқара алған адам ертеңгі күні үлкен капиталға жетеді. Қолымдағы бар 5000 теңгені дұрыс басқарудың арқасында мен 28 жасымда $1 миллион капиталға жетіп, дәл осындай академия ашып отырмын. Енді қараңыздаршы, $100 мен бастаған адам уақыт өте келе ол $100 $200 болады, $200 $400 болады, $400 $800 болады. Яғни міндетті түрде сенің қолыңа алып мә деп миллион бере салу ол міндетті емес. Қолындағы 5000 теңгесін, 50.000 теңгесін басқара алған адам 5 миллионды да 50 миллионды да басқара алады. Ал егер сен қолыңдағы бар $100 басқара алмайтын болсаң, әрине сен қолыңа миллиондаған ақша алып кеп берсе, сенің миың просто оны қалай басқару керек екендігін түсінбейді. Сол себепті де дәл қазір қолыңда қандай ақша бар,
тура сол ақшамен инвестицияны бастауға болады. Себебі нарықта 10 мыңнан астам компаниялар бар және сол компаниялардың бағасы 0,5 доллардан бастап 2000 долларға дейін жалғасады. Жай ғана сенің бюджетіңе сәйкес келетін дұрыс акцияны дұрыс уақытта, дұрыс бағада сатып алу қажет. Менің осы уақытқа дейін алдымнан 1500-ден астам шәкірт өтті. Сол шәкірттердің өтірік айтпасам 60-70%-не дейін қазір таңда акциялармен айналысып, ұзақ мерзімде де, қысқа мерзімде де өте жақсы пайда тауып жүр. Қазір мен сіздерге сол шәкірттермен таныстырғым келіп отыр. Егер сіз де осы уақытқа дейін инвестицияны бастау үшін маған көп ақша қажет деп ойлайтын болсаңыз, экранға жақындаңыздар, біздің студенттеріміздің 100 доллардан бастап жасаған нәтижелерін қарап көрсеңіздер болады. Яғни 100 доллар мен 200 доллар депозит. Сіз кез келген бизнесті бастау үшін қаражат қажет. Инвестицияда да дәл солай. Нөлден миллиондар тауып кете алмайсыздар. В любом случае бастайтын кішкене болса да қаражат қажет. Мысалы, менің 100 доллардан 200 доллар аралығындағы бастапқы капиталы дәл осында 50-100 мың теңгеден бастаған шәкірттерімнің нәтижелері қандай? Мына студент небәрі 2 штук қана акция сатып алып, сол 2 штук акцияның өзінен 33 доллар таза пайда көрген бір ғана компаниядан. Мына студентім болатын болса, бір ғана акция құнынан 22 доллар таза пайда көрген. Яғни мені қараңыздар, сомасы 177 долларды құрайды, яғни 177 долларға бір акция сатып алған, соның өзінен 22 доллар пайда көрген бір ғана компаниядан. Одан кейін мына жақта 12 доллар бір акция құнынан, мына жақта 27 доллар. Қарасаңыздар, тоже количество біреу. Бір ғана штук акция 194 долларға сатып алған, соның өзінен 27 доллар таза пайда көрген. 27 доллар дегеніміз ол шамамен шатаспасам 15 мың теңгені құрайды. Мына жақта қараңыздар, 2 акция сатып алған, ол акцияны небәрі 36 долларға ғана сатып алған. Даже 100 доллар емес, 36 долларға сатып алған. Сол 2 штук акциясының өзінен 7,52 доллар таза пайда көрген. Шамамен 5 мың теңге айналасында пайда көрген. Мына жақта тағы да 170 долларға 2 акция сатып алған, содан 33 доллар таза пайда көрген. Мына жақта бір акция құнына, бір акция, бір штук, количество бір штук акцияға 10 доллар таза пайда көрген. Мына жақта тоже бір штук акция құнына 15 доллар таза пайда көрген. Мына жақта 30 доллар, 24 доллар, яғни бұл көрсетіп жатқан скриндарға қарап отыратын болсаңыздар, инвестицияны бастау үшін негізінде сізге просто желание керек. Ақша ол маңызды емес. Сіз қазір 100 долларыңызды 200 қыласыз, 200-іңізді 400 қыласыз, 400-ді 500 қыласыз, және солай колесо кете береді. Яғни чем ертерек бастайсыз, ертерек бастаған сайын сіздің ана Б точкасына жетудегі жолыңыз соншалықты қысқара бастайды. Сол сияқты мына жақта міне 7 штук акция құнына тіпті 100 доллар таза пайда тапқан. 7 штук акцияны 31 доллардан сатып алған. Ол шамамен 200 долларды құрайды. 200 доллардың үстіне 98 доллар таза пайда көрген. Мына жақта 4 штук акция құнына 20 доллар. Енді қараңыздар, егер сіздің депозитіңіз 300 доллар мен 1000 доллардың арасында болатын болса, уже соответственно табысыңыз көбірек болады. Кез келген бизнестің негізгі қағидасы, сен көбірек оборотқа ақша салған сайын, сен көбірек ақша табасың. Және бұл жерде ешқандай маржа, леверидж және жаңағы сейфди брокер емес, нақты таза меншікті құқықтық акция сатып алып жатыр. Яғни сіздер бұл жерде жаңағы акцияның бағасынан ойнап отырған жоқсыздар, кәдімгідей өзіңізге акция сатып алып, соны сатып жатырсыздар. Осы нәрсе инвестицияны енді бастайтын жандар үшін өте маңызды. Менің сіздерге айтқым келетіні, бұл салада өте абай болу керек. Брокер таңдауда CFD брокерларға мүлдем жоламаңыздар. Қазақстанда дәл қазір сенімді 2 брокер бар, біреу Пайдакс, біреу Freedom. Сол 2 брокермен жұмыс жасаңыздар, олар сіздерге нақты меншіктік акция сатып алып береді. Мысалы, сіз бір бөлмелі пәтерді 30 миллионға сатып алып, бір айдан кейін 32 миллионға сатып жіберуіңіз мүмкін. Сол сияқты бұл жерде де бір акцияны, мысалы, мына жерде 360 долларға сатып алған, соның үстінен 68 доллар пайда көрген. Мына жерде 760 доллар жаратқан, соның 83 доллар таза пайда көрген. Мына жақта 91 доллар, мына жақта 316 доллар пайда көрген. 479 доллар акцияға акцияға 40 доллар пайда, 80 доллар пайда, мына жақта 300 доллар пайда, 92 доллар пайда, 93 доллар, 73 доллар, 59 доллар, мына жақта 30 доллар, 123 доллар, 182, 40 доллар, 144 доллар. Егер сіздің депозитіңіз 2000 доллар мен 5000 доллардың ортасында болатын болса, сіз мынандай қаражатқа қол жеткізе аласыз.
$364, $1980 бір ғана акция құнынан. $221 болған кезде сатып алған, 284 болған кезінде сатқан. Мына компаниядан $1380 таза пайда, $353 таза пайда, $717 таза пайда, $614. Егер депозитіңіз одан да көп болатын болса, $5000 мен $10,000 жоғары болатын болса, тіпті менің шәкірттерім даже мынандай да нәтижелер жасап жатыр. $3538, $2209, $508, $586, $747, $777, $955. Байқасаңыздар, бұлардың барлығы бір ғана компанияның мысалында. Сіз айына осындайдың 10 компаниясын алуыңыз мүмкін, немесе 15 компания алуыңыз мүмкін деген сияқты. Мысалы, мына жерде $1077. Егер депозитіңіз тіпті $10,000 жоғары болатын болса, соответственно, одан да көп қаражатқа қол жеткізуге болады. Мысалы, менің шәкірттерімнің арасында өзінің депозиті $44,000, соның үстіне бір айда $10-15,000 дейін өсірген кісілер бар, және оны біз процентпен көрсеттік. Мысалы, мына жерде $25-дан сатып алған $31 дейін өскен, итого бір компанияның акциясының құны 22%-ға өсіп отыр. Мысалы, банкте өзіңіздің ақшаңызды сақтайтын болсаңыз, доллармен ол жылына 1% береді. Ал бұл жерде бір компанияның өзі ғана сіздерге 22% өсім берген. Нет компаниясы 12%, 8%, 14%, 10%, 24%, 14%, 12%, тіпті 53%-ке дейін өсім көрген шәкірттерім бар. 15%, 17%, $305, 29%, 11%. Бұлардың барлығы біздің обучениямызды өткен, менің өзімнің авторлық методикамен құралған сабақтарымды өтіп, дәл осындай результат жасап отыр. Яғни қазіргі таңда инвестициямен жүйелі түрде айналысып, нақты қаржылай жетістікке жетуіңіз үшін сізге бірінші жүйелі білім керек, сол білімді практикаға айналдыру қажет. Ал инвестицияны бастау үшін бірінші желание керек, және дұрыс білім алу керек. Ақша ол өзі келеді. Егер сен қолыңдағы 5000 теңгенің өзің дұрыс басқаруды үйренетін болсаң, үлкен суммалар ақырындап сіздің қолыңызға өзі келе бастайды. Егер сіз де өзіңіздің инвестициялық портфеліңізді жүйелі түрде бастап, бізбен бірге қысқа және ұзақ мерзімді инвестиция арқылы дәл осындай нәтижеге жеткіңіз келетін болса, мен сізді өзімнің авторлық методикамен құрылған сабақтарыма шақырамын. Бізде Алматы қаласында офлайн академиямыз бар. Сол академияға келіп, офлайн оқысаңыз болады, болмаса онлайн өз үйіңізде отырып та оқи аласыз. Курсқа тіркелу үшін мына менеджердің номеріне жазсаңыздар болады, сілтеме төменде тұр. Барлықтарыңызды сол сабақта көріп, осы саланы жүйелі түрде бірге үйренуге шақырамын. Егер менің видеом ұнаса, видеоға лайк қойыңыздар, комментарийге инвестиция саласына қатысты сұрақтарыңызды жазыңыздар. Келесі шығарылымда міндетті түрде сіздің сұрақтарыңызды талдайтын боламыз. Ал сол шығарылымнан қалып қоймас үшін маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен, Дана Көбентаева.